Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. 20-шы ғасырдың бас кезінде саяси күрестер күшейе түсті. 1917 жылдың сәуірдің 25-нен мамырдың 7-ші аралығында Ақмола облыстық қазақ комитетінің ұйымдастыруымен Омбы қаласында Ақмола облыстық қазақ съезі өтті. Съезге сол кездегі Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Омбы және Петропавл уездерінен 250 өкіл, сондай-ақ арнайы шақырумен Орынбордан Мыржақып Дулатов қатысты. Съездің төралқасы құрамына Тұрлыбаев, Итбаев пен Дулатов, Саматов, Сейітов және Тоқабаев сайланды. Съездің күн тәртібіне мемлекеттік құрылыс, қазақ комитеттерін құру, земство, дін, жер, оқу, сот ісі, құрылтай жиналысы, соғыс және әйел жайлы секілді 17 мәселе қойылып, тиісті шешімдер қабылданды. Бұл шешімдер мемлекеттік құрылыс жөнінде Ресей демократиялық бір орталыққа қатаң бағындырылмаған республика болсын, ал бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына әр халықтан санына қарай депутат сайлансын. Сайлауға әйелдер де қатынасын. Жер мәселелері бойынша қоныс аудару тоқтатылсын. Бұрын алынған жерлер кері қайтарылсын. Облысқа земстволық басқару енгізілсін. Мектептерде оқу ана тілінде жүргізілсін деген мазмұнда болды. 1917 жылы мамыр айында Мәскеуде өтетін жалпы ресейлік мұсылман съезіне делегат ретінде Мағжан Жұмабаев сайланды. Съезде Ақмола облыстық қазақ комитеті сайланды. Оның құрамына 10 адам кірді. Айдархан Тұрлыбаев, Сейілбек Жанайдаров, мүшелері Асылбек Сейітов, Қазы Тұрсынов, Ермұхамед Тоқбаев, Төребай Нұралин, Сәдуғас Жантасов, Ерқосай Мұқышев, Байсейіт Әділов, Мағжан Жұмабаев. Екінші жағынан большевиктер де өздерінің саясатын жүргізе берді. Осы салдарынан 1917 жылы Ақмола қаласында бірінші совдеп ұйымдастырылды. Оның төрағасы Бочкарев, ал орынбасары Сәкен Сейфуллин тағайындалды. Қазақтың жалынды ақыны Сәкен бүкіл өмірін кеңес өкіметіне арнап, ақыры халық жауы деген жаламен өзі күрескен большевиктердің қолынан қаза тапты. Енді құрметті радио тыңдаушылар, Сәкен Сейфуллин туралы Тәмти Ибрагимованың Қазақ радиосының архивінен алынған қысқаша естеліктерін тыңдаңыздар. Соңғы 1935-36 жылдары мен Сәкен ағаймен көрші тұрдым. Ол Виноградов көшесі мен Карл Маркс көшесі түйіскен бұрыштағы 37-ші үйде тұрды да, мен 39-ші үйде тұрдым. Бірінде Сәкен ағай домбырамен сүйемелдеп, баяулатып, ән салып отыр екен. Қарындасым Жихан, сен білетінде шығарсын, бұл Сарыарқа деген ән ғой деді. Осы күнге дейін өкінемін, әннің сазы, әуені есімде қалған, мен сөзін жазып алып, немесе қайдан табуға болатын сұрап алмаппын. 1936 жылдың жаз айлары бір демалыс күні кешкі жақын үйдің ішін жинастырып, жайлап әндетіп жүрсем, ашық тұрған терезеден бір дауыс: «Жихан, даусыңды кішкене қаттырақ шығарып айт» дегені. Жүгіріп терезе алдына жетіп барсам, Сәкен аға екен. Қасында өзінің арада қыл айырылмас жолдасы Қазкен Өтеген тұр екен. Ағайлар, үйге кіріңіздер, сіздерден ән аяулы ма, қалаған әндеріңізді шырқап берейін дедім. Оным шынымда еді. Бірақ Сәкен: «Қарағым Жихан, біз кешкі салқынмен саяхатқа шыққан едік. Жақсы әнді жаны сүйетін адам жайғасып отырып тыңдар болар» деп, олар Абай көшесіне, қазіргі Мұқан Төлебаев көшесі қарай жүріп кетті. Бұл менің Сәкен ағайды ақтық көруім болды. Содан кейін күллігі белгілі себептермен Асыл аға, Аяулы аға, Ақын аға Сәкен көзімізден ғайып болды ғой. Шалқыған біздің жақтың көлдері бар, ағашты биік таулы жерлері бар. Орман су көлдер жайлы таусылмайтын, мейман дос берекелі елдері бар. Думанды шалқар көлдер ай, еркін бейбіт елдер ай,
қаздай қатар тізіліп мұңғырып көшкен елдер ай сарарға елім алыс қалдық жалғыз жат жерде талай елмен болдым таныс ай балуан аңшы мерген әнші сенің жасынан жүйрік ұстап өскен ұлан ақылды ер бауырмал жігіттерің думанды шалқар көлдер ай еркін бейбіт елдер ай қаздай қатар тізіліп мұңғырт көшпен елдер ай жалғыз жат жерде талай елмен болдым таныс ай қыздары біздің жақтың қара қасты тісіне ұқсатарсың меруерт тасты сымбатты көркем бойлы талшыбықтай мамық төс сұңғақ мойын сүмбіл шашты жас өрім талдай сәулем-ай қырдың ерке сұлуы сағындым сені бауырым-ай жан сәулем өрім талдай жазық маңдай аузыңнан шыққан лебің шекер балдай ау аузыңнан шыққан лебің шекер балдай ау Енді Тұманбай Молдағалиевтің Сәкен Сейфуллин туралы өлеңінен үзінді тыңдаңыздар. Ұрпақ сөзі тұлғаңа жарасыпты парасат бақ, атыңды жұрт барады болашаққа. Өлмейтін өмір жырын сен жазыпсың, өлімнен өзіңді де аман сақтап. Атағын туған елдің көтерсе кім, ел оған әр қашанда етер сенім. Көп еді Сәкен деген құрдастарым, сол күндақ атың тірі екен сенің. Ойланам, оқимын да жырды мұңсыз, халықтың күні қараң, ардақ тұлсыз. 20 жыл бұлт жамылған таудай болып, сен елдің жүрегінде тұрдың үнсіз. Қарады келбетіңе ел үміттей, үзілген аяуларман демі бітпей. Мен жоқта дүниеге келіпсің де, асығыс кетіп қапсың мені күтпей. Төнетін төбемізден толығайсың, сен бізді бөбегім деп танығайсың. Дүниеге нұр боп алғаш туып едің, дүниеге жыр боп бүгін қол бұлғайсың. Достарым, кейде тіпті налу бекер, өнер бар бізді тастап әрі кетер. Жыр тірі, ақын тірі, халық тірі, ардағын аспанымен алып өтер. Дегенмен кеңес дәуірінде Ақмоланың халқы тез қарқынмен өсті. Оның орталық Қазақстанның қоғамдық саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі алатын орны артты. 1928-30 жылдары округтың, 1930-39 ауданның, ал 39 жылдың 14 қазанда Ақмола облыстық әкімшілік орталығы болды. 1929 жылдың қарашасында қалаға алғашқы пойыз келді. Бурабай Ақмола, Ақмола Қарталы, Ақмола Павлодар темір жолдарының іске қосылуы Ақмоланы еліміздің солтүстік және орталық өңіріндегі ірі транспорт торабына айналдырды. Хабарда келесі әдебиеттен мәліметтер қолданылған. Нұрпейісов Алаш һәм Алашорда, Қойгелдиев Алаш қозғалысы, Махаева Қазақ комитеттері және Қазақ радиосының архивінен алынған мәліметтер. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоғжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше